Достар, бұл подкастта көретіндеріңіз Арман Пірманов бізде қонақта болды. Жалпы оңтүстік өңіріндегі футболдың нашар екенін айтты, өзінің жан айқайын, және бұл подкастты міндетті түрде осы біздің кішкентай жеткіншектеріміз бар ата-аналар көру керек. Футболымыздың болашағы бар ма, жоқ па деген сұраққа жауап бердік. Седнев деген аяғымен баспаған оқа. Мен лично жүргелі бері Седнев бір ретте келмей. Мен айтқам, Седнев мырза ақыр бізден көп ақша алып отса, ол келу керек академия. Форман бермейді, келмеген. Жоқ, доп, инвентар жоқ. Инвентарсыз қалай сен футболист шығарасың? Саған деген, сенің жұмысыңа деген бір қарым-қатынас өзгерді ма? Айтып тұрмай, егеленіп алғанда андай клубты ше, бір өздерінің бір мүддесі ұқсап ше, аналар түсінбейді, қақпайды футбол. Шынымен айтам, ергешеден вообще қақпайды. Күреспейсің ба соңына шейін? Қалай күйші лигада ойнамайтын балдарды основной команданы премьер-лигада допускать етесіңдер? Сәлем достар, сіздермен Әлім Лайф және оның жүргізушісі Әлімжан Тасбол атылы. Бүгін біздің студиямыздың қонағы Арман Пірманов. Ареке, Шымкенттен келдің, өткенде біраз сөйлескен едік, осы Қазақстан премьер-лигасы туралы подкаст түсірген едік. Сол жерде сен жалпы осы балалар футболы туралы біраз әңгімен бар, айтылмаған, өзің инстаграмыңа да салып жүрсің ғой. Сол дүниені сол подкасттан кейін екеуміз айтатын болып шешкен едік. Бүгін міне реті келіп тұр. Қалайсың жалпы, өзің жақсысың ба? Жақсы бәрі. Енді асықпай бастаймыз ғой енді. Бірақ қазіргі енді ұлттық құраманда көріп отырсың ғой негізі. Бәрі федерацияны кінәлайды, бәріне негізі бұның бәрі футбол клубтардан басталады. Бұл проблема, үлкен проблема, ол жастар футболынан басталады. Егер жастарға сен қазірден бастап инфраструктура, олардың киімін, жақсы бапкерін, жақсы структура қоймасаң, ол қандай евро, қандай мир. Енді көріп отырсың ғой қазіргі. Почти ұлттық құрамамыз қанша жыл болды, әлі ауысып жатқан жоқ фундаментті. Бір-екеу қосылады. Енді единственный қосылған бұл Дастан Сатпаев. Енді Дастан Сатпаев сияқты бір бесеу керек қой негізі евроға шығу. Және ол бір-екеу қосылған кезде де ол қалай болады? Бір ойыншы бір 4 ойын жақсы ойнайды. 4 ойында бір 2 гол соғады, сонымен Жанали Пайрус сияқты шақырады, сосын қайттан жоқ болып кетіп жатқан ойыншылар көп. Енді Ареке, білеміз, сен өткен жылы Ордабасы футбол клубында жұмыс жасадың, жастарына жауап бердің, осы академиямен де жұмыс жасадың. Жалпы осы жұмыс барысында енді сен инстаграмда қараймыз, көптеген қазақ футболының болашағы жоқ, балаларды өлтіріп жатыр, мынан жасақ дейді. Сол кезде сен не жасадың, соны айтшы қазір. Қазір бүйтейік, енді көрермендерге түсінікті болу үшін, бізде Қазақстанда андай көп қой. Мынаны үйту керек дейді да. Бірақ по факту өзіне келген кезде түк жасамайтындар бар. Енді қазір көрермендер алдында, ол бүйтеді деп айта береді дейтін болмай, не жасағаныңды айтайық, сосын ары қарай өтеміз. Бүйтейік, енді біз 16-ында енді Тұран академиясында істедік қой. Біз чемпион қылдық Тұранда 2005-термен. Одан кейін Ордабасыға шақырып алды. Ол жерде жалғыз мен емес, командамыз бар. Алмағай бар, мен бар. Тағы да арамызда келген бапкерлер бар. Бірге жүреміз да негізі, ойыншыларымыз да бар, жас балдар. Солардың бәрін бірге тарып жүреміз. Бүкіл команда болмаса да арасында қосамыз да, ол күшейтеді. Не істедік? Біз келгенде қирап жатқан академия Ордабасы негізі. Келген кезде мен шошығам, анам бәрін көріп. Сонымен бірінші видео январда салдым. Академияның вообще мынандай Советский Союз ғой. Сол қай жылы соғылған, сол база сол күй қалып кеткен, ескіріп кеткен, тозып кеткен, бойлері жоқ қой, бойлері кәдімгідей. Бір күні февраль айында ма бізде күйшіліге басы дайындалып отырып қойдың бәріміз. Сонымен бапкерлер көремін, 5-6 ойыншысымыз жоқ, қақта деймін, ауырып жатыр деп. Қалай ауырып жатыр? Сөйтсем бойлеріміз істемейді, мұздай суға түскен, кеткен қыстың күні. Қыстың күні жылы суға, ыстық емес, жылы суға түскенде кетіп қалған аналар. Бала ғой, кәдімгі мұздай ағып жатқан сол краннан. Сонымен аналар біраз уақыт ауырады. Мен оны білмегенмін ғой, бойлер істемейді енді. Прям ішіне кірмегенміз ғой. Сөйтсем, действительно, 20 жыл бұрын қақып кеткен бойлер. Сонымен не істедік? Мен прямой турында ол кезде Абдубаев еді ғой біздегі президентіміз. Бауыржан деген кісі, үлкен кісі. Сол кісіге бардым. Бәке, әңгіме барады деп. Не болды деді? Бәке дедім, короче. Бойлер керек дедім. Қалай бойлер керек? Оны қою керек еді ғой дейді. Қоймаған. Мен оларға бір ай алдын айттым ғой, анау жоқ бойлер, балдарымыз ауырып жатыр. Сол момент звондап, кәдімгідей бір сағатты қойып берді. Соны бармасам, бармайды ғой ешкіме, қорқып жүре береді.
президент біз сияқты адам ғой. Иә. Мен соны айтқым келеді оларға, барыңдар, айтыңдар, требовать етіңдер. Ол жерде андай махинациялар болмаған ба, президентке жасалынды деп, жасалынбады деген? Оны білмеймін ғой, бірақ біреудің үйінде тұрды. Жоқ, ол енді бізді Қазақстанда бар ондай. Бірақ ол момент ондай болмады, потому что уже мен де бардым да. Қазір мынау бойлер қойылмаса мен саламын инстаграмымды. Енді әреке осы жерде бір біздің оқырмандарымызға айта кетейік, достар, біздің керемет телеграм арнамыз бар. Міне төменде ссылкасы көрсетілген, міндетті түрде соған өтіңіздер, тіркеліңіздер. Енді футбол туралы көп әңгімелер айтамыз, жалпы футбол комьюнити жиналған, сол жаққа міндетті түрде өтіңіздер, тіркеліңіздер. Ал біз енді әңгімемізді жалғастырайық. Әреке, жалпы сен келдің және ойыншыларға мен осы инстаграмда да қараған кезде көбісіне айттың, сен кипа жоқ. Ойыншылар әртүрлі киім киіп жүреді. Мен оны дәл сол былтыр Ордабасының жастар емес, кәдімгі негізгі құрамасы, ересектер құрамасы оқу жаттығу жиын өткізіп жүрген кезде Сағадат Тұрсынбайдан көргем. Енді Сағадат енді Ордабасының академиясының түлегі ғой. Бұрынғы Adidas кезіндегі андай тренировочный несімен жүрді. Басқалары былтырғы сезондікімен жүр. Сол сияқты осы мәселені де турладыңдар ма сендер, қалай болды сол кезде? Турлағанда біз келгенде анау тендер сияқты ойнатылады, білесің ба? Коба KZ-тен. Ол уже заказ беріліп қойған. Негізі оны да турлағымыз келген, тұрғанда оны кейін айтам. Оны турлағанбыз. Тендер ойнатпай жатпыз, кірдік та басын айттық. Киімді осылай аспандағы бағанамаймыз. Элементарно кәдімгідей. Мысалы, базарда мынандай болып тұрса, біз оптым аламыз, біз одан арзан алу керекпіз. А біздікілер білесің ғой, аспандағы бағаны алады да тендермен ойнатқаннан кейін ортада өзің білесің, бүкіл Қазақстан білетін не болып киімдегі ақшаны алып бөліседі ғой, короче. Үлгермедік киім жағын турлауды. Сөйтіп Nike болды. Шыны керек жартылай келді. Бірақ толығымен келді да, качествосы жақсы, курткасы де, бір-екі өзінің барлығы емес. Мысалы, футболкасы тосып кетті десес, трикосы нормальный, шорты тосып кетеді, футболкасы нормальный, тренировочный болады ғой. Бірақ курткасының качествосы единственный жақсы болды. Единственный сол моменттер бәрі бірдей емес. Сұрақ болады өзіңде, неге киімнің ақыр Nike-тан алып отқаннан кейін оригинал өзінен неге сапасы сәл, оны да түсінбейсің. Енді ана жаққа бас сұқпаймыз ғой, бірақ киімімізде январда бір келді, мартта бір келді жартысы триколар, июньда біреу келеді, августте бір кусок болып келеді ғой. Негізі ондай болмайды. Енді мынау академия бар ғой, сен академияға қарайтын адам болып келдің, яғни басшы? Жоқ, медиа офицер болып келдім мен. Бұл жерде былай болады, бірақ орын бос болады. Енді ол ресми түрде медиа офицер болдың ғой сен? Ресми түрде. Бірақ медиа офицердің жұмысын жасаған жоқсың ғой? Бәрін универсал болдық қой. Басшылық, сенің осы бір сұраған дүниелеріңді жаңа айтып отырсың, бойлерді бір сағатта қойық деп, басқа мүмкін ойыншылардың бір жағдайын жасайық, біреудің отбасына бірдеңке болатыр екен, соны сәл көмектесейік дегендерге қаншалықты саған дұрыс қабылдап, жалпы кабинетіне дұрыс қабылдады ма, әлде арман басты ауыртпашы, бізде мынау чемпиондар лигасы бар, біз қырғын топты кезеңге шығамыз деп былтыр сөйтіп ойлаған беді? Тура сол, басты ауыртпашы дейді. Элементарно кешеде Қайратпен Ордабасы ойнады академиясы. 8-3 па? 8-3. Екі баламыз жоқ, сұрадым. Кейін келді ол. Барсам сөйтіп, енді ажырасу семьясында болады білесің. Сөйтіп, ана соттасу, үй, ана бала кәдімгі ұрысты маған. Ол үлкенден тірлігіне араласпа. Сен футболың ойна, білем, семьяңда қиын. Сондай нәрселерді айтасың, жоқ, оны ешкім не алмайды ғой. Яғни сенің айтқың келіп тұрған басшылыққа жастар футболына сәл бәрібір ме сонда? Бәрібір, Қарамайды. Яғни жас балалар өздерімен өздері футбол ойнайды. Нәтижеге бәрібір. Оған ешкім қызығып, бір осияқтан бір бала шығады-ау, осыны ертең негізгі құрамға аламыз-ау деген дүние жоқ па? Жоқ, вообще жоқ. Енді сен келгеннен кейін осы мәселені басшылыққа айттың ба? Мүмкін сен сол кездегі бас бапкер кім еді анау? Беларусь. Седневпен. Седнев та бір-екі рет келді деген әңгімелер болды. Жоқ, академияға келді деді ғой. Седнев деген аяғымен баспаған оқа. Мен лично жүргелі бері Седнев бір рет те келмеген. Мен айтқам, Седнев мырза ақыр бізден көп ақша алып отырса, ол келу керек академия. Ротация істеу керек. Мен айтатын, ойнамай атқан легионерлер бар. Онда біздің балдар хотя бы заменда отырсын деген мен. Неге легионерлер заменда отырады? Неге академияның примерно сәл аналармен тренировка істесе потенциалы бар. Қосып кететін балдар бар да. Келмейтін. Одан кейін Седневпен бір күні Шахтердің ойында Ордабасымен Шахтер выезда болған.
мен основаның бізде медиа-офицер кетіп қалды ғой. Сол кезде основаны медиа-офицерге апарған кезде мен білмеймін основада не отыр. Кім қай жақта отыратынын білмеймін. Автобус кіріп қалам, сөйтсем Седневтің отыратын орны тұр алдында, арты бос тұр. Одан кейін тағы біреу отыр. Помощник тренерлер, қызықты айтып берейін. Енді босы сол ғой. Прямой барып сол жерге отыра саламын ғой мен. Предигровойда біткеннен кейін. Седнев бүйтіп қарайды да маған: "Ты что здесь папин дом устроил?" дейді. Еба, Әлімжан, ызам келген көрсең ғой. Мен анаған қараймын да, бұлар айтып тұр ма, игеленіп алғанда андай клубты ше, бір өздерінің бір мүддесі ұқсап ше, мен қақы отыруым керек сол кезде деп сонда қайда отыруым керек? Иә, мен қақы отыруым керек, орын жоқ басқа жерде. Барлық футболисттер отырып, біреу травмадан аяғын созып отыр да, мен травмаған адамның аяғын барып жылжытып отырып алмаймын ғой. Анер намыстанғанымды көрсең, просто ертесіне Шахтермен ойнайтын еді, чемпионство таласып жатқан кез ғой, еш нәрсе демедім, жұттым да кеттім короче. Ертеңгі атмосфераны бұзбақ қойшы деп. Бірақ ана жерде намыстанғанымды көрсең, Әлімжан, енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Олар сондайға мастер да сөйлеуге іштегі. Бірақ ақыр сен шетелден келіп ақша алып отқаннан кейін мен всегда айтатын, мен басшылар Седневті алып кеш, академия келсін да, көрсін да көзбен. Біз не істейміз, неге олар легионерлерді алып кімге дайындап отыр мынаның бәрін? Ладно, кімге дайындап отыр? Мен білем кімге дайындап, ұлттық құрамаға дайындап отыр. Ұлттық құрама ертең ұтыла береді, ұтыла. Ешқайсың шаршамадыңдар ма деймін ғой. Бір адам 30 қанша жыл болды біздің неміз ағам? Біраз болды енді. 91-де алдық қой. Иә? 34 жыл болды. 30 мысалда шаршамады ма деймін да. Осы бардақтан спокойно турлап тастайтын нәрсе ғой Әлімжан. Не болды көрдің өзің? 8-9 айдың ішінде үздік академия болды ғой. Иә. Сосын сендерде басшылық ауысты. Абдыбаев мырза кетті. Асхат Сейсенбек келді. Жаңа әкім келді. Жаңа әкім келгеннен кейін біраз сол Седнев болсын, бұрынғы келісімшартпен отқан ойыншыларды жіберді. Содан кейін саған деген, сенің жұмысыңа деген бір қарым-қатынас өзгерді ма? Жаңа басшылық бұл жерде Асхат Сейсенбектің нағыз осы саған көзқарасы өзгерді ма? Біз ол кісілер ауысып келіп жатқанда біз Хорватия мен Сербияда жүрдік жарыста. Короче, біз Сербия мен Хорватияда жүрдік. Мен білмеймін не болып жатқанын. Ауысып жатқанын білемін. Көріп отырмын ғой жаңалықтардан. Сол жердегі адамдардан сұраймыз, не болып жатыр, қалай болып жатыр. Олар ауысып жатыр, келіп жатыр, переустановка болып жатыр. Сонымен шетелден келдік, көрдің, Модричке дейін звондаттық, медаль алып келдік. Шулаттық енді Қазақстан жастарының ондай болмаған нәрсені істедік. Келсем, көмекшісі бар. Шақырады азанда. Келгем, сол күні келгем. Бір бәле күн үйде болмағанбыз ғой енді. Оқып, командир еш нәрсе төленбейді мысалы да. Олар ертесіне кел бейт дейтін ше. Өзімнің инициативаммен жүрмін ғой негізі. Сонымен келсем, ертесіне азанда жұмысқа келді, короче, новый бастықтар келді. Соның заммен танысасың дейді. Сендер қуасыңдар ма? Адам үйде болайын, бала шағам көрмеген, почти 1,5 ай, 2 ай болдық дейші. Үй түй демей жүрік мысалы, үйде болайын. 2 күнші күні ма? Давай келейін бопты дедім, мен танысайық дедім. Менікі основа қатысым жоқ, мен бармасам да болады. Вообще смысл жоқ та, кейін танысам. Мына жақта академияны реттеп отыр ғой, ойымның бәрі сол. Бәрінің ойы, біз сол командамыздың ойының бәрі академия турлау. Потому что біз келгеннен бастап қанша баланы алып тастағанбыз, ол позвонка жүрген балдар. Қанша адам бізге звондады. Қанша адам қорқытты мысалы, бір түсіндіріп өтейік. Позвонка болған кезде ойындары онша емес. Иә. Яғни бір ауқатты кісілердің балалары. Солай ма? Иә. Ары қарай кет. Біз солармен әлек болып жүрдік. Әлі әлек болып жүрдік, тазалап жатырық. Әлі бар ма? Жоқ, қазір бар шығар енді, бар ғой негізі. Жоқ емес. Соны тазалап жүргенді. Сонымен жүрген кезде, боп жарайды келем дедім. Кездесейік деді, келдім. Сөйтсем, маған жарты жылдық академиямен жұмыс істеп отқан отчетын берді. Мен анаған қараймын, жай ма деймін, көріп жатқан жарсыздар. Күні кеше ғой Модрич сөйлескеніміз деймін. Бізде бәрі жақсы, не болды деп сұраймын ғой. Маған отчеттар керек, короче, мен бірдеңе, мен беттеріне қарап тұрмын да, қандай отчет? Бәрі футболның бастығы бар. Бәрі жақсы, медаль алып келіп, қандай не керек саған? Сонымен андай да, короче, өздерін көрсеткісі келіп тұр да, мықтысыңдар, мойындаймын. Жұмыс жасалынып жатыр. Иә. Мен айттым, мен кеттім. Сөйттім да, ол айтады, мен енді осы бүкіл академияның проблемаларын шешеді, мен дейді, короче. Зор болды ғой, қолына жетектеп, сіз ба деді.
жүр дедім, мынаған мынау керек, мынаны стипендия алмады, мынау битті деген арман деді. Қайтшы, наоборот қашты менен кейін ше. Өзің айттың ғой шешем деп. Мен сол шешетін адам таппай жүрмін деймін да. 7 айда 6 айдан бері мынау академияның жұмысымен айналысатын адам таппай жүрмін. Потому что бізде ана басшыға барсаң мынау шешеді, сондай ғой короче. Сонымен түбінде біреуіне барсаң, бізде ақша жоқ дей салады. Сонымен ол қашты ғой менен наоборот, өмір заңнамайтын болды. Дальше сол сезонның ортасы келіп қалған, Күйжі лига, Қазақстан чемпионаты, Кубок Қазақстан жастарымыздың арасында. Күйжі лигадан сендер екінші орын алдыңдар, 2007-лер екінші орын алды. 2008-дер 3 алды. 2009-дер чемпионаттан болды. Сөйт бардақ қой негізі, ана бардақпен әлек біз енді айта алмаймын. Қазір еске түсірсек тағы да не деген проблемалар болды. Енді Асхат Сейсенбекпен сенің жеке қарым-қатынасың туралы айтатын болсақ, жоқ, қазір енді түсінікті ғой. Сен Ордабасы футбол. Сол кезде де болмаған. Ол кезде де пісімләсі, яғни дұрыс басталмады, Иә, дұрыс басталмады. Сен осы Ордабасы футбол клубына кеттің ғой. Видео жаздың. Біраз өкпеңді айттың. Сол кезде осы басшылықтан саған бір арман, сен осындай жұмыс жасадың, жастармен да чемпион болып жатыр, Сербияға барып келдіңдер, жаңағы халықаралық дәрежедегі турнирге қатыстыңдар. Бұрын енді балдармен Грецияға апарғанды білемін, оған енді Туран туралы алдағы уақытта айтамыз. Бір қал деген ұсыныс болған жоқ па? Жалпы вот сен контрактың бітті ғой. Енді мен білем бұл оқиғаны, жалпы елдерге, халыққа жеткізейік. Контрактың бітті. Сосын сен бардың ғой. Сөйлесейік деп. Жоқ, былай енді сөйлесейік болғанда үйтіп бармайды, уже понятное дело. Сен келесі жылға бәрі созып жатыр контракт. Бәрі созып жатыр, офистеміз. Менікі кейін келесі күн деп ойладым. Тренерлер бәрі созған кезде бізде Ғалмағай деген болды, қазір Арсеннің бас бапкері. Ғалмағаймен контракт жазбай қойды ғой. Сөйтіп мен қайтадан сұраймын замынан. Неге жазбайсыз? Ата-аналардан көп жалобы түсіп жатыр дейді. Я говорю, конечно, көп жалобы түседі. Позвонка жүрген балдардың бәрін алып тастады ғой бұл кісі. Ойнайтын балдарды ойнатып жатыр. Қандай не керек результат? Жоқ, ата-аналар көп жазып жатыр, ата-аналар жалобы түседі бұл тренерге. Аналар түсінбейді, қақпайды футбол. Шынымен айтамын, ерекшеден вообще қақпайды. Я говорю, сендер сезонның басында болған жоқсыңдар ғой жаңа басшылар. Біз болдық. Баяғы президенттерге, баяғы басшы бәрібір болды академия не отқан. Ол былықпен біз жүрік. Барып айтайық десек, ешкім тыңдамайды. Бәріне өздерің біліңдер дейді, короче. Біз соны реттеп болып, енді дубльді қазір первый лигаға шығарамыз, 2-3 жыл задача ғой. Мысалы, вторая лигадан первый лигаға шығу өте қиын, білесің. Потому что ақшасы бар командалар под задачу құятта 800 миллион теңге. Гридин, Мридин деген сияқты шалдардың бәрін алып отыр, тез шығып кетеді. Біз 2007-2006 балдармен 2008 турлайын деп отыр. Ата-аналар, конечно, будут жаловаться, потому что жарты состав ушло. Сөйтсем анауны, сонымен ол кісіні атпасап, маған келді, короче. Мен де түсіндім уже, маған деген отношенияларын. Бірақ ол менікі изначально маған деген негатив, анау Абу-Дабиге кету керек болған балдар, сборға кету керек, кетпей қалды. Содан басталды. Енді қазір білеміз, Ордабасының құрамда 2 былтырғы академияда ойнаған, сол Күйжі лигада ойнаған балалар бар. Ол Бағдәулет Нұралы, сосын Жаслан Әмір. Екеуі де шығып жүр. Кеше Ботафогаға барып 2 апта не өтіп қайтты? Зачем? Енді барып обмен опытами дейді ғой енді жаңағы. Бразилиядан бәрі қашады да. Біздер Бразилияға қалай? Енді обмен опытами енді жұмыс жасалынып жатыр дегенде ғой. Енді өздерімен жеке мен қатты таныс емеспін, әлі сұрап бүйтмей қалатындай. Бірақ барып келді 2 ойыншымыз. Осы 2 ойыншыны алды құрамда, бірақ одан алдын тағы да осы туралы айтып берсең, негізінде біраз ойыншылар бару керек еді. Және билет мәселесі деген, соны айтып берші. В общем, біз список бердік қой, 10 баланың ба. Оның ішінде қазір жазды ғой, Мағжан. Тоқтыбай. Мағжан, Біржан Тоқтыбайлар. Екеуі и кім Али Тұрғанов. Ол да болған. Ол январда болған бұлар спискте. Одан кейін тағы да ойыншыларымыз болды, 3. И Баха мен Сары. Вообще 10. 10 ойыншы. Сары деген Жаслан Әмір. Бала мен бір күнім менен сен Сарының атын білесің бе дейді маған. Бірақ білмеймін десем, братан оның аты Жаслан ғой дейді. Біз Сары деп үйреніп қалғанбыз деп ше. Біз енді қара, Жаслан мен Баханы конкретно ойнатып бастаған Ғалмағай дубльде. 2007-лерде Күйжі лигада бастайды. Неважно, тренировкада да не деді, ойында да сәл көрсетпейді. Сөйтті Ғалмағай мына екеуін дубльге алыңызшы дедім. Осындай. Болды, хорошо дейді. Алады. 2 ойында ана ассист, кімнің Сарды ортада ойнаған. Қайт Күйжі лигаға келді.
сол жерде ойнайды, сәл спорт болар, дубль алып кетеміз. Сөйтіп жүрдік негізі. Сонымен 10 баланы бердік, и Абу-Дабиге 2 баламыз кетті соңында. Мен жындандым. Бірақ олардың маған енді келіп жеткен ақпарат бойынша паспорттарын барын алған. Бәрін даныларын алған. Барасыңдар деген. Олар жүгіріп жүр. Декабрь, январь. Олар күтіп жүр. Жүгіріп жүр, күтіп жүр емес, күтіп. Тренировка жасап жүр. Кәдімгідей тоқтамайды, кешке жүгіреді, азанда жүр, тренировкасына барады, келеді. Енді ол балдар үшін свет қой андай. На лучшую жизнь деген сияқты ол. Любой баланың арманы ғой. Ордабасыда ойнау, оңтүстік өңіріндегі любой баланың арманы ол Ордабасыда ойнау деген. Сонымен 2 баламыз 8-ін тастап кеткен кезде мен оны қалай білдім? Самолетпен ұшып баратқан кезде маған звондады ойыншылар. Арман-ай, не болып жатыр деп. Мен уверен отырмын барады деп. 5-еу ма, 6-ау былай барады. Келесі де Турцияға 6-ауын тағы былай барады. Себя так успокоил. Значит, қазір бәрі бармайды. Мен сұрадым ішке кіріп офисте. Список беріңіздерші өтініш. Кім барады? Көрейінші мен біздің малдардан деп. Көрсетпеді. И соңында қалып кетті олардың бәрі. Сол 2-еу кетті. Сол кезде сол сен ашуланып отқан кезде мен саған хабарласқан едім. Тағы да сол позвонку деген дүниені айттың маған. 1-2 бала жүр деді. Енді дубльде жүре береді, бар ғой. Жоқ, негізі құрам мен жаттығуға кеткен дегенде. Оны өздері шешіп алсын, мен қазір Әлімжан Мәулен сияқты айтайын ба? Қойғым келіп жүр негізі шынымен. Өзім вообще балам қазір футбол ойнап жүр ғой енді. Соны шетелге апарып сонымен жүремін ба деп жүрмін негізі. Енді бұл жерде әреке біз мынау қазір көптеген әңгімелер жүріп жатыр ғой. Өзбекстан ұлттық құрамасы әлем чемпионатына шықты білеміз. Равшан Ерматов та өткенде президентке келдім деді. Біздің академияларымыз ескі, барлығын салып жат, салайық, өзгертейік, осы жастардан бастайық деді. Былай қарап тұрсақ, Өзбекстан, Қазақстан бір сағат белдеуінде тұрмыз. Погодамыз, климатымыз плюс-минус бір. Сол бір судың бойында бір су ішіп жатырмыз дегенде ше түсінем. Европа жақ болса, олардың гені жаңа бір-бірімен араласып жатыр. Француз бен неміс қосылады, неміс пен бельгиец қосылады, содан бір мықты атлет шығады дейтін ше. Енді өзбек пен өзбек, қазақ пен қазақ болып жатқан дүние ғой бұл жерде. Қатты бір қан шатыста болып жатқан жоқ ше. Көбісі осы өкінішпен қарайды. Неге енді қызғанып жатқан да адамдар бар. Бірақ біз қуану керекпіз. Өзбекстанның осылай шығып жатқаны себебі енді бауырларымыз ғой. Олардың да қуанышына ортақ болу керекпіз. Біз енді сен айтып жатсың, осы Инстаграмда жазып жатсың, ешқандай евроны армандамаңдар, әлем чемпионатын армандамаңдар деп. Дәл осы енді біз Ордабасыдағы дүниелерді айттық. Біз әлем чемпионатына шығу үшін, біз Европаға шығу үшін не істеуіміз керек қазір? 10 жыл. Енді 10 жыл керек. 10 жылсыз біз шығамаймыз сен ойыңша. Вообще шығамыз. Яғни қара 2005, 2004, 2005, 2006, 2007 жылғы балалар поколение жоғалтып алды деп есептейін қазір. Примерно есептеші. Қай возраст еврода молодежь жарып жүр бізде? Кімдер ше? Тұранда, сенің баяғы Тұраныңда ойнаған қазіргі Қайратта ойнап жүрген Орынбасар, Дәулет Орынбасар. Оларға сенбейсің ба? Абылай Төлеухан 2008 жылғы балалар айтып тұрсың ғой енді. 2008-дер менің ойымша қазіргі 2007-2008-дер бізде более-менее жақсы. Сол бір жан мағжандар да бар. Екеуінің связкасы негізі академия институтте жақсы негізі қазір қарасақ. Бәрібір видиш, мынандай ғой. Бізді настоящий негізі Өзбекстанмен ойнатып көру керек қой 21 түсінесің. Біз ойнадық қой. Біз Өзбекстан 2008-дер ұтты. Білесің ба? 2008-дер ұтты. Мынау қазіргі Азия чемпиондары болған ұлттық құрамасын біздің ұлттық құрама жазда жолдастық кездесу ойнап 3-1 ме 2 қылып ұтты негізінде. Біздің Дастанды көріп, олар шок болған білесің ба? Дастанды көріп, мынау действительно Азиядағы ең мықты шабуылшы болады болашағы деген. Және сөзің жалғап кетейін. Былтыр Өзбекстанға футзалда әлем чемпионатына барған кезде федерациясына бардық. Жүрген кезде сол жақтан бір бапкер шықты, айтты: Қазақстаннан келдіңіздер ме? Сіздердің 2008-2007-леріңіз мықты, өте мықты. Бапкерлеріңізге сәлем айтыңыздар. Балалар жақсы дайындап жатыр деді. Енді қара. Жақсы дайындап жатқан бәрі Қайратовский ғой. Енді жинап жатыр ғой жан жақтан. Дәулет Орынбасарың сенің. Қайратта ойнап отыр ғой қазір. Қайратта ойнап отқанда қаяқтың баласы? Сборныйда қанша Қайратовский жүр, санай аласың ба? Основада 11. Тола ғой. Мысалы да. Енді сен Қайрат демекші, тағы да бір өкінішің, нең бар? Өкпең. Бәрі Қайратқа кетіп қала береді дейсің. Жоқ, былай ғой, қара. Қазір енді айтып отырсың ғой, бүкіл Қазақстанның қазір Тоқаевтың приказы шықты ғой, Қасым-Жомарт президентіміздің. Частныйға дұрыс, мен сөйтіп соңында ана күні ойландым да, сол дұрыс. Өйткені өмір бақи госбюджетте отқан футбол клубтары өмір бақи бір тиын жастарға бөлмеген.
Оны мен конкрет көзім жетті сол жұмыс жасады. Тұранда да көрдім, Ордабасыда да көрдім. Жастарға көлденең қойып қойған. Шынымен айтайын. Өтірік Навид істейді. Навид пабликтерді сатып алады. Сол пабликтермен жұмыс істейді. Ой, жастарымыз бүйтіп жатыр. Мен айтамын да, кесе көрсе не болып жатқан. Мен білем ғой іштей не болып жатқан. Жоқ, бәрінің андай отчет үшін істейді да оның бәрі. Отчет үшін там проблема большая, шынымен. Үлкен. Неде соларды айтшы енді ашып айтшы. Форманы бермейді, кемеген. Жоқ, кеседі, бөліп келеді. Одан кейін качествоны шошисың. Доп, инвентар жоқ. Инвентарсыз қалай сен футболист шығарасың? Бір академия нормальный полясы жоқ. Кеше енді Астана мен Қайсар ойнады ғой? Күйжілігі 2008. 10-0 не деген сұмдық ол? Жоқ, не деген провал арада ол? Ол ондай провал ешқашан болмау керек. Сен евроға шығу үшін, сен мирға шығу үшін барлығы академияң бәсеке болу керек бір-бірімен. Түсін ба? Сол кезде сен Аньяқтағы мықты игрокты аласың. А кім мықты біз? Қайрат қыз. Сол провал между академией. Бапкерлер мәселесі ше. Бізде білікті жастарды тәрбиелей алатын. Бапкерлер жұмыс істемейді қазір футбольный центр. Мысалы айтайын саған, 200 000 кім жұмыс істейді? Сен Сұлпаққа баршы 500 000 аласың ғой. Мен шынымен айтам, өзінің ярый жақсы көретін бапкерлер, білікті мамандар істесе істейтін шығар. Қазір білікті маман қойды жұмыс істейді футбольный центрлер. Ергекше қанша бапкер мықты алып келе алмадық? Қанша зарплат дейді? 250-300 келмеймін дейді. Мен таксовать одан көріп. Қанша сұрайды? Элементарно 500 беру керек қой негізі. Средний ол бапкер категориясымен бар. 500 000 теңгеден баса оның өзі аз. Ты представляешь, ол азанда келеді, жетте. Кешке дейін жақты жүреді. А біздің бапкерлер қалай? 200 000 теңге алады, частный школа кетеді. Тренировкасын бітеді да, артына қарамайды. Ана баламен сөйлеспейді ол. Ана баланың жағдайын білмейді. Сен бапкер болғаннан кейін сен папасы болу керексің екінші. Үйінде элементарный ажырасу, папасы ішіп келгеннен дейін білу керексің ғой сен. И сен оған түсіндіру керексің. Бала как должен себя вести. Папасы ішіп келіп үйінде торыс айқай шу шығарып жатса, бала не істеу керек? Ондайды айтпайды ешкім. Потому что уақытысы жоқ. Мен түсінемін, ана бапкердің де семьясы бар. Ол асырау керек қой, оның да 3 баласы бар. Ол да квартирасында деп тұрады. Сол үшін ғой ол бірінші осындай мелочтардың бәрін реттеп, ақырындап, шынымен көңіл бөліп, или бүкіл клубқа частныйға кетіп, частный инвесторлар көңіл бөлсе, 10 жыл керек, бөлмесе өте қиын жағдаймыз. Яғни қазақ футболы жекеменшіктің қолына өтпесе, жалпы бізде болашақ жоқ деген кеп тұр ма? Ешқашан болмайды. Енді 30 жыл өкіметте болды ғой, неге істемейді? 30 жыл барлық футбол клубымыз миллиардтап алды ғой. Қазір ғой 1-2 миллиард ең аз алып. Оның алдында қаншалап алды? Білесің ғой, 5 миллиардтан 3 миллиардтан түспеді ғой. Ордабасыда солай алды ғой, 5 миллиард деді, и былайдан тағы тауып алды спонсорский деп. Мысалы, оның алдында вообще андай түспеді ғой миллиардтар. 1-2 миллиард деген ол кезде ашын бір футбольный центрдің бюджеті болған ғой, сол кезде. Шығармаймын сол кезде. Сол кезде бүкіл клубтың басшылары отырып бір-бірімен хотя бы жиналып, ел үшін жұмыс істейік демей ма? Бәрінің ойы білесің ғой не? Легионер ақ келеді, үстінен зарплата қояды, үстінен жылады, одан кейін болмаса киімнен жейді, болмаса инвентардан жейді. Білеміз ғой неден жейді. Яғни негізгі құрам жұмыс жасап жатса, балалардан жей беруге болады ма сонда? Қалай? Негізгі құрамда результат болып жатса, балалар енді жарайды ма? Спокойно. Себебі любой время кез келген уақытта легионерлерге үміт артуға болады ма? Мен неге шырылдаймын? Өйткені ол Әлімжан сенімен мен бала шағыма келеді кейін. Тиет ол. Сондай адамдар кейін сөйтіп істейді. Барлық клубтың сөйтіп, мысалы, ол сенің де менің де баламның ақшасы ғой негізі. Ертең ұлттық құрама евроға шығып жатса, бұл популяризация спорты ғой мысалы. Наркотик, ішімдік, ол бәрі автоматом азаяды. А чемпионатқа кете берген сайын балдар да көреді де, жас балдар. Дейді қолын көлденең қойып кетеді. Футбол да ойнамайды, спортқа да қатысқысы келмейді. Бұл андай ғой, ішкі көрінбейтін политика, бірақ мықты политика да. Жастарды оп деп көтеріп жіберуге. Өзбекстанды қарасай, мен қуанам, но мен ішім ашиды, ол өзбектерге емес, өзімнің қазақтарыма. Неге бізде қолымызда миллиардтар бола тұра клубта ешкімнен асып түспейміз? Постоянно спад. Не деді көрдік қой, Азиядағы киберспортпен бардым ғой мен. Не рахмет жоқ, не ау жоқ, не нетінен андай беріледі ғой негізі командировочный. 45 күн жат. Қытайға да барып келдік та, не отношение ол?
одан кейін мен де қойып кеттім ғой, құрсын дедім мен бұндай. Ол андай ғой, төбеде әдемі да бәрі бір біріне көрсетеді, о мықты дамып жатыр, атасын басы, келіңдер да көріңдер көзбен іштен, а соны барып айтасың, жексұрынсың сен как будто ана президент жамандап келген сияқты болып көрін. Я говорю, мен ешкім жамандап отқан жоқпын, айттық істелінбей жатыр, мен не кінәм бар? Міне ертең мына балалар чемпион болса, мен и так доходым да абыройым да өседі. Мен абыройым өссе доходым да өседі, дұрыс па? Это же так же. А сен айтсаң осы проблема, бәс осы андай сайбал бол, айта береді, жексұрынсың да. Айтам, конечно, ол менің қалам, мен чемпиондым, мен өмір сүремін бияқта. Ертең даже көшіп кетсем де, ертең мен балама да біреу айтса, сен папаң красавчик, мен балам үшін абырой, мен абырой. И ол да мен сияқты болғысы келеді, дұрыс па? Мен честный болсын деймін. Келген кезде қазір бәрі тұрып алады да, осы арман андай шашатты, неге футбол? Мен потому что іштегі проблемамды білемін да, мен соны айтқым келіп отыр. Қараңдар, бүйтіңдер. Қазір де мысалы Ордабасының академияның жағдайы не емес. Түсіп барады жағдай. Жайық қатылды. 3-1 болып па? Дубль ма? Көрдім. Жоқ, кеше 8-де көрдің ғой. Ана жыл 3-1 ұтылғанбыз сол командаға. 8-де 3 ұтылды. Зато айтады 2009-дарымыз. 2009-дарымыз шыда, бір жылдан кейін не болатынын көресіздер. Талап тастайды жан-жақтан. Алып кетеді Еуропадан. Яғни тағы алып кетеді. Кеше ойын біте салып 2009-ға барып, қанша ойын кетейін деп жатсыңдар, қайрат қылсын, бәрі күледі. Ол күлетін жағдай емес негізі. Нақты твердо айту керек, біз бармаймыз, біз Ордабасымен чемпион боламыз деп. Значит, не деген сөз? Олардың Ордабасы бұларға навстречу келмейді. И бұлар да Ордабасына көңіл бөлінбейді. Көңіл бөліп отқан клубқа сен қаламын. Дубльде ойыншылар айлық ала ма? 70-80. Стипендия сияқты 70-80, 100 000 теңге ары кетсе, 19-дағы балдарға 70 000 теңге барады. Түсінікті. Жақында Қазақстан футбол федерациясы осы дүйсенбі күні Талғарда академияның іргетасын қалады. ТАФ компаниясымен, осы біздің аэропорт салған түркиялық компаниямен жаңа академия салады деді. Жалпы осындай академияның 3-еуі салынады дейді. Тараз, Қарағанды, Алматы. Сол біреуі Астана болып кетуі мүмкін дегенде тағы да сондай әңгімелер болып жатыр. Жалпы осындай академиялардың салынуы бізге бір өзінің үлесін бере ма? Әлде ол жерде деген қара жаңағы звонок деген тема шешіліп кете ма? Жоқ, қараш, кеше Атлетико қазір селекциясын бастады ғой. Испанецтер айтыпты, мен енді сөйлесем, бір-екі адаммен. Өткен балдардың ата-анасымен де сөйлесем ғой. Испанецтер не дай бог маған біреуді рекомендациялап жұмыстан шығып кетем депті. Мысалы, қазір рекомендация етесің, біз өзіміз қараймыз деген селекциясын бәрін. Надо как-то сол академияның басшыларын надо как-то заинтересовывать, что ли. Высокий зарплатамен или бір баланы мысалы сборныйға жібердің, ол сборныйда жақсы результат көрсе саған бонус. Но бір монотонны бір темпте өзгермейміз. Білмеймін, біздің менталитетіміз ба, бір ана ойымыз кедей ма, бізде қазір жеп қалу керек, қазір істеп қалу керек, қазір результат көрсету керек. А қазір ішкі Қазақстан чемпионатында результат көрсетсін да, ол өзбектер негізі кеше көрген шығарсың, олар внезапно чемпион мирға шығып кеткен жоқ қой. Поэтапно жақындады. Олар осы уақытқа шейін 2 рет шығып жақындады. Уругвайға ұтылды, білесің, мен қарап жүрмін. Иордания мен подсудка жіберді. Подсудка. Даже Азия чемпионатында ана жылда көрдің ғой? Өзім жүргіздік қой. Катармен де ойнаған кезде подсуд қой, мысалы, фол беретін жерді берілмеді. Олар поэтапно жақындады, а мына раз уже состав на голову выше болды. Судья көмектесе алмайды уже. Өлтіре уже ойыншы. Сол сияқты бұл жерде этаппен жұмыс істеу керек қой, 10 жыл ғой. Мен енді на академия қанша жыл соғылады? 1,5 жылда да. 1,5 жыл. Значит, бұлар 2010 жыл 27-те ашылады декші. 27-те ашылады. 2010 жыл балдар дамайды. 27-те 2016 уже 16-ға келеді балдар. Дұрыс па? Олар уже сейчас үйрете алмайсың. Олар ана үйренген базамен бастайды. Сонша уақыт бойы. Значит, олар 2014 жыл балдар жинап бастайды. 10-дағы, 11-дегі, 12-дегі. Соларды үйретіп бастайды. Олар 18-ге келем дегенше, 19-ға келем дегенше 10 жыл өтеді. Түсін ма? Ол сөйтіп есептеледі негізі. Білетін адамдар келе салып мен чемпион боламын демейді. Этапны есептейсің. Бұл потому что масштабный жұмыс болса, егер федерация честно, бәрін мықты маман алып, оқытамыз, шетелге апарамыз, бапкер бүйтеміз, сөйтеміз десе, 10 жыл.
Енді осы академияда сен қазір ойлайсың ба, вот 27-ші жыл ашылды дейік, заманауи футболды, мына бұрынғы бей-бейге емес, выносқа қойылған емес, кәдімгідей тактикамен, билдаппен, ойыншылардың ашуы, полуфлангі болсын, фулбек болсын, инвертированный болсын, соларды түсіндіре алатын бізде бапкерлер бар ма? Мысалға мен білем бапкерлерді, бірақ олардың барлығын қарап тұрсаң, жасы 50-60-тағы да кісілер. Мен мысалға қазір өзім 30-ға келе жатырмын. Современный футбол ойнайтын бапкер көргенсің бе? Өзің енді сен Қазақстанда ма? Қара, екінші лиганы комментировать етесің сен. Иә. Бірінші лиганы комментировать, QG лига, женский. Уақыттан бері көрдің бе бір бапкер? Енді мен саған сол сұрақты қойып жатқаным сол. Мен көрмеймін. Потому что мен шынымды айтайын. Бір оқырманымыз ренжіпті. Мен осылай бүйтіп командалар есіме түскен Қайсар болған ғой. Неге Қайсарды айттың деп. Үйтіп мына команда деп айтпай ақ қойыншы. Бірақ бір командалар бар. Құдайдың өзі сақтасын ше. Ана жерде біз мынау балалар болып жиналып ойнаймыз ғой. Біздің футбол сәл қызығырақ. Аналар алады да тебе береді, алдыға тебе береді. Ойлаш 15 бей вперед, а там игра придет дейді ғой, я? 17 жасар балалар, мен ойлаймын, ей, сенің 90 жылдардағы аталарың өйстіп ойнаған ғой деймін да. Сен 21 ғасырдың мынау қазір дамыған заманның телевизорды ашып қарасаң, күнде футбол отыр, обзоры тұр барлығы. Сен мынандай ойнау деген позор ғой қазіргі заманда. Мен саған айтып отырмын, біз балалар болып жиналған кезде как-то поинтереснее пытаемся играть. Енді біздің неміз деңгейіміз жеткенге шейін сөйтіп қарайсың да, мә, шынымен де болашақ жоқ па дейсің. Бірақ сол кезде жаңа Қайрат сияқты Тобылдың жастарын дублін қарайсың. Мысалға Астананың дублі биыл четко келе жатыр. Астананың бапкері, білмеймін, бұл видео жете ма, жетпей ма, красавчик. Дәл қазіргі таңдағы дублінің. Олар Северный конференция екінші лигада ма? Солтүстік шығыста. 8 ойын, 8 ұтқан, 53 гол соғып, 5 гол жіберген. Мен жаңа ғана ойын жүргізіп келдім. Астана ертең Алтай дубльмен ойнайды. Аналардың ойынын қарайсың, шынымен комбинация, барлығы білет, ашылады, ойыншылар өздеріне ойын тартады. Андай жоқ та, суета жоқ. Енді қара. Біз айтып отырық, жарайды, академия ашылды дейік. Алматыдан ашылды, Тараздан ашылды, Қарағандыдан ашылды дейік. Енді оған әр жас санатына бір бапкерден керек. Біз қайтадан сол 50-60 жасар кісілерді шақырамыз ба? Сөйтейін деп тұр ғой басқа не. Олар не үйретеді? Академия ашылғанда не пайда ол? Қайтадан алып, білмеймін, келсе тебесаңдар алдыға десе. Жоқ, білікті мамандар бар ғой. Енді сен танитын қаншасы бар Қазақстанда? Соған келейікші. Мысалы, біз айтамыз, федерацияны жамандаймыз, үйтпет енді. Бұл жерде бапкерлерге келейікші. Сол мәселені таққызбайықшы. Сен Қазақстанда мойындайтын жас балдардың ішінде қанша? Мен қазір сенімдімін, сен бір қолың саусағымен санай саласың, әшейін болды. Иә? Бір 5-еу тауып беретін шығарсың маған, Қазақстан бойынша. 3-4 табылады ғой. Қазақстан бойынша. Иә, Қазақстан. Енді сол бәріне жетеді деп ойлайсың ба? Жетпейді. Оны сен алып кете алмайсың ғой. Біреу мысалы қазір жақсы клубқа мысалы кетсе жақсы контрактпен. Мысалға Астананың дубліндағы бапкер менің ойымша кетпейді. Кетпейді? Потому что оған нормально тастау. Иә. И ол результат көрсетіп отыр. Иә. Оны білмеймін енді академияға федерация негізі бүйту керек сияқты. Менің ойымша, мен Құрманға да кезінде айттым оны. Енді бәрі жаңадан келіп жатты ғой. Бір құзырлы органын ашу керек. Надзорный контрольный бар қандай академияларға. Келеді, көреді, киімін көреді. Не надо айтып келудің ше. Біз келе жатырық, ойбай дегеніңіз бәрі реттей бастайды. Қызыл кілем төсейді. Қызыл кілем төсейді. Мен айтамын да, айтпай келіңдер. Айтпай. Маған айтыңдар, мен ана бапкерді алып келіп шетке шығарып сөйлестіремін. Тараздың бапкерін сөйлестіремін, Қайсардың бапкерін сөйлестіремін, айтады іштегі проблема. Сендер келе жатырмын дейсіңдер, қызыл дорожка төсейді, недовольный тренердің бәрін алып тастайды, сол қалдырады. И олар бәрі жақсы деп мен бітіреді да. Но федерацияның түпкі мақсаты ұлттық құраманы Евромен мирға шығару ғой. Иә. Дұрыс па? Иә. Сол кезде федерация болады олар. А значит, не істеу керек? Федерацияның бірінші мақсаты ол әрине ұлттық құраманың нәтижесі ғой. Иә. Клубтар ол бөлек, ол лига ол. Значит, бірақ биыл тартып алды. Значит, олар бір заң жүзінде бірдеңе қылып, Әлімжан андай права істеу керек та. Мен миым жетпейді ондай, документация жағынан, ондай юридический жағынан. Контрольмен не керек қой? Контролить ету керек бүкіл академия. Өзінің адамдарын қойып, проблемама айту керек, прямой бару керек. Десе сол проблема болса, сразу шашкасын снимать ету керек. Основной командан, түсін ба? Кәдімгідей, не надо ана көзін жұмып, ертең өзгереді ғой, мен білем, мен көрдім ол біраз ондай. Академиясы быт шығып жатыр, мысалы элементарно Тұранды. Жоқ, академия, бірақ чемпионатты снимать ететін. Неге мен сұрақ бәріне қоямын?
қалай күйші лигада ойнамайтын балдарды основной команданы премьер лигада запускать етесіңдер. Мен басым жетпейді ол, мен всегда айтқам, олай болмайды. Ойнамай ма, Қазақстан ірік чемпионат молодежкасы команданы атса. Сол кезде не істейді? Ірік командаға көңіл бөледі, молодежкеге. Сол іріктейді, тренерін алады, анауын алады, сөйтіп барып түзеледі. Сол сияқты енді істейтін шығар ойдамын, или білмеймін. Сен осы жақында Астанаға барған кезде, қазір енді ген секретарымен жолықтың ғой, Давид Ларимен. Сосын өзіңнің Тұранда жұмыс жасап жүрген кездегі мынау балалар футболының даму картасы дей ма, жаңағы буклетің бар ғой өзің жасаған кітабың. Сол көрсеттің. Не әңгіме болды сол жерде? Енді ол Тұран ғой деді, федерация емес. Ау? Тұран ғой ол дейді да. Аха. Не істейміз дейді ол. Жоқ, федерацияға осындай бір дүние жасасақ. Жоқ, оны қаяқтан мен айта алмайсың ғой, олар енді андай. Бірақ сен кездесіп сөйлестің ғой? Жоқ, сөйлестім мен, иә, сөйлестім. Кез келген адам келмейді ғой кабинеттен, оны айту керек. Жоқ, мен соны айттым. Пожалуйста, құзырлы орган ашыңдаршы, надзорный, контрольный. Бүкіл Атырау, Каспий, Қызылорда, Чимкент, Тараз, қандай Тараз өлді ғой, иә? Бүкіл талантты беріп отқан Тараз өлді ғой? Мен жүрегім ауырады, иә? Как можно было такой регион, который каждый год бір звезда беріп отырады? Бұрын сондай еді ғой? Каждый год. 2010-ға 12-ке шейін сондай. Каждый год бір звезда. Сол тренерлердің бәрі қазір кетіп қалған ғой. Біреу Қырғызстанда, біреу Россияға кетіп қалған, біреу басқа жерге кетіп қалған, білесің ба? Біреу қойып кеткен вообще көңіл. Мен өткенде ана Белоруссияда физподготовканың тренерін көріп шок болдым. Біздің қазақ қой, оңтүстік академияда. Оңтүстік академияда жұмыс істеген бала ғой. Танимын ғой олардың бәрі. Қашып жатыр да, наоборот, ұстап қалу керек сияқты, диалог табу керек. Айтып тұрмын, андай ғой. Біз төбеге кіре алмаймыз. Біздің шамамыз жетпейді, мысалы. Осыны барып, мысалы, сен президентсің. Спорт, туризм бәрінің жолай алмаймыз да, кіре алмаймыз. Барып айтайын осыны. Давай, мен айтайын, мен Чимкентте білем бір адам, өте өзінің ісінің маманы, соны шақырайық. Сіз Павлодарда бір өзінің білікті маманды шақырайық. Сол алдарыңызға келсін. Айтады өзінің идея. Бар идеялар олардың дамытудың. Жете алмайды. Айтсаң таңдамайды. Түсініп отырсың ба? Мына жақтағы ортада делдал көп та бізде. Басшымен академияға жетем дегенше. Мына ортаны құртып, прямой кіре алатын. Прямой кіре алып, кәдімгідей, мысалы, Марат Омаровқа, Давид Лорияға кіре алатын расписание сияқты істеу керек деп ойлаймын. Кәдімгідей расписание қою керек. Бүгін Чимкент келесіңдер ма? Любой бапкерге звондайсың, лично. Клубқа звондамайсың. Бапкердің бәрін нөмірін аласың, бапкеріне звондайсың. Келші, любойна, 2012 тренер ма? Келші, маған әңгіме бар. Билетін төлеп бер. Келеді, айтады проблемасы. Ол айтады шын проблемасы. А сен клубқа звондасаң, маған бапкері керек десең, ол дайындалған бапкерді жібереді. В общем, жүйені жұмыс істеу керек та. Сонда бағана өзбектер айтты ғой, систематично академия соқты. Олар даже айтылмаған нәрселер бар. Осылай жұмыс істеді. Федерациядан 4-5 көрінбейтін теней барлық академияны бақылады. Шақырып алады бапкерін, айтады. Сөйтеді, ол ана қайтады, мынандай болып отыр. Ол турлайды анан бар. Звондайды да, мен сен біліп отырмын не істеп отқаның. Давай жұмыс істе деп. Сондай нәрселер істеу керек та. Мен соны айттым. Давай надзорный, контрольный нәрсе ашайық. Не деді саған сол кезде? Ну, это надо придумывать как-то дейді. Енді оңай ғой оны придумать. Негізі. Неге соны жасамасқа деген осы жерде? Жоқ, өзім қалай ме идеям? Жоқ, идея жақсы. Бұл жерде себебі біз қазір енді көріп отырмық қой. Мысалға қазір ұлттық құраманың түсінікті Али Алиевтің өзі де айтты. Біздің шабуыл жақ жақсы деді. Себебі Макс бар, Самородов, Ислам Чесноков бар, Дастан Сәтпаев шығып жатыр. Ғалымжан Кенжебек қосылды, шабуыл жақ тіпай-тіпай. Жастар әйтеуір алдағы бір 10 жыл ойнап береді, бәрі жылдам, креативный дегендей. Орта мәселесі бізде қиын қазір. Ойбай, асқат кетті кеткеннен кейін қазір не үшін кетіріп алдық деп отқандар да бар. Кім оның орнына шығады дейді. Себебі қайтадан сол еске түсетін Мужиков, Дарабаев, Исламхан травмада. Исламхан енді опорник болып ойнай алмайды ғой енді ол. Сол пас береді. Рамазанмен не болып отыр? Қуат. Рамазанмен енді білмеймін, бір әңгімесі бар, әңгімесі бар сияқты, жеке бір проблемалар бар сияқты. Жастар, мысалы айтайын десең, Әділет Садыбеков бар еді, жарақат алып қалды. Түсінікті, қазір Ордабасыда Зикрилла бар, Сұлтаниязов, Мұратжан бар, Қалматов. Бірақ бірең сараң и арттан келіп жатқан поток жоқ.
мысалға бұрындары осы біз футбол өзгеретін кезде бұған дейін де ойнады ғой анау кімдер, Дмитриенко дегендер. Сол кезде біз қуаттар тағы бергендер неге ойнамайды дейтін едік. Олар ойнады, өздерінікін берді, енді осы. Енді неге ойнап жатыр дейміз. Иә, енді өзінің бір пределына жеткізді, евроға бір қадам қалған кезде сүріндік, кетті. Қазір мен шынымды айтсам, орта үшін аздап ойланамын да. И бізде бүйтіп мына жақтан бір 10 выбор жоқ хотя бы. Сен мысалы қазір 10 ортада ойналатын ойыншы айтып бере аласың ба? Енді жастардың. бағанағыдай ғой, Әлімжан, ол сен ойнайтын балдарды сборға алып кетпей, основной командамен тастап кетіп отырсың, қақтың ортада табасың. Ол проблема федерацияның проблемасы емес ол. Проблема міне Қазақстан футбол клубтарының проблемасы ол. Бұл жара. Бұл айтып тұрмын, бізде анау сыртта біліне бермейді. Қанша талантты құртып алдық қой қазір. Мен баяғыда айтатын, сенбейтін Әлімжан соған. Осындай сборға таланттарды алып кетпейді де, қойей, үйтіп ешкім өз-өзіне жау болмайды ғой дейтін мен ше. Көрдім ғой мен сол, көзбен көрдім ғой кәдімгідей. И мен айттым, мен жұмыс істемеймін бұндай жерде басқада. Сен сол анау Тұранда жұмыс жасап Грецияға бардыңдар ғой. Біраз ойыншыларды не қылдың, өткенде тағы да жаздың. Солардың көбісі қазір жоқ, ЛФ ойнап жүр деп. 2005-тер ғой олар, чемпион Қазақстан. Қазақстан чемпионы болдық, УЕФА-дан ақша түсірдік деген сияқты 80 миллион. Лига чемпион ойнау керек едік. Түркістанға бірінші рет Лига чемпион келіп, шоу қылып, кәдімгі көрсетуіміз керек еді. Сол состав жоқ болып кетті ғой. Тағы кім келді? Сервена жоқ, кім келді? Шериф келді. Иә. Ол состав ойнаған жоқ қой кезде. Басқа состав ойнады ғой. Басқа біреу. Енді ЛФ ойнап жүр ме олар шынымен де? Иә. Таксист болып кетті. Біреу Алматыда қазір доставка істеп и частный клуб іздеп жүр, бапкерлер андай болады ғой қазір. Сондай істеп жүр. Енді мен мына медиа футбол ойнаймын ғой. Бізде де Қайратта ойнаған жігіттер, енді ренжімеңдер. Жеке әңгімені айтып отырсам, атын айтпай ақ қояйын, бірақ Қайратта кәдімгідей ойнап, молодежканың капитаны болып, Қайрат ана Зенитпен ойнаған кезде Зениттің новая Зенит аренасына барып, Газпром аренада товарищеский ойында қатысқан бір жігіт ойнайды. Бенфикада стажировка өткен жігіт ойнайды бізде. Не болды оған? Сөйлесем ғой, неге брат деймін ғой, ей, сен Бенфикада қуасың ба деп ше. Ешкім бара бермейді дейсің ғой. Қайратпен сен кәдімгі дейсем, Алмат основаға дейді. Бірінші лигаға баруға желание жоқ, 300 мыңға дейді. Айтады, Алматта. Қай жыл болды? Жылын білмеймін. Уже үлкен ба? 2001 ма, 2 ма сондай шығар. Жақсы. Или 98-99. Ойны қалай енді саған, сен бір ойнайсың? Жақсы. Мықты ма, слишком? Жақсы. Ана ортадағы ойнайтын, мен саған айтайын. Пырт қой таза. Любой ойын жұлып өтеді. Сонымен мен сұраймын ғой, неге сен қазір 300 мыңға мысалы бірінші лигада ойнағың келмейді? Бірінші там андай ғой енді мен план. Бірінші лигада сені біреу көреді, қайттан премьер лигаға шақырады, мүмкін сборныйға алынатын шығарсың дейді. Брат, қойшы дейді. Тіземді өлтіремін ана поляларда. Одан да барамын да Суботарскісіне ЛФ ойнаймын. Стадионның жанында бір командаға кіріп аламын. Суботаның бір командаға, воскресеньенің бір командаға ойнаймын. Әрқайсысына 300 мың, 600 мың ба? Бір жерде кәдімгі 9-дан 6-ға шейін жұмыс істеймін. 400-500 мыңға. Айына миллион бір шығып бір. Не керегі бар маған дейді. Мақтаралға барып, условно. Бытшытын шығарып 300 мыңға ойнап, ары бері ұшып, оны өмір бақи шықпайсың премьер лигаға деген ше. Сондай дүниелерді айтқан кезде шынымен де ойлайсың да, көп талантты балалардың жаңа сен айтып отқандай жолдарына балта шабылып кетіп жатыр ма деп. Иә. Оны видишь, көбісі біле бермейді ғой. Страшно екен. Мен Тұранда істедік, Ордабасты істедік. Мен футболға деген Әлімжан қатты көңілім алды. Мынау енді оңтүстік өңірі жалпы өздерінің таланттарымен, Тараз болсын, Шымкенттен де шығып жатады ғой. Енді Қырғын, Ойбай, Батекова, Исламхан болмаса да, ойыншылар әйтеуір беріп отырады ғой, ортан қол болсын. Қалай ойлайсың, оңтүстіктегі жастар футболының болашағы бар ма? Қиын. Әлде сол қайтадан біреудің балалар ойнап, олар бүйтіп сәл-сәл ойнап. Ойнай берсінші. Ертең өздері шал болған кезде көреді ғой. Шынымен да, мен уже сөйтіп айттым мен. Бастарына келеді ол. Ол дейді, карма бар ғой. Ол Құдайдың өзі бар ғой. Құдай айтып, бәрібір алдын айналдырып келеді ол. Ондай адамдар. Көрсін, істесін, ақыр еліміз дамымайды дейді, негізі өзіміз екен құртатын. Спокойно, негізі Әлімжан дамытуға ше. Берген ақшаны жеме, егер шын көңілмен елде, неде да істеш, спокойно дамиды екенбіз ғой. Мен көзіммен көрдім, беріп тұрған нәрсені игере алмай, ойының бәрінің ойы білесің не. Қиын, сол ғой мен шырылдайтын Әлімжан. Екеуміздің бұрынғы бір әңгімеміз ұнаған еді негізінде.
мен сенен сұрағам, сен егерде осы Ордабасының академиясының бастығы болсаң, мен ертең саған келіп, Ареке, мен жақта інім бар еді, балам бар еді, соны алшы деген кезде сен пошел деп, есе ойналмайтын болса, пошел деп айтам дегенсің. Мен туысқанымен менің нағашы жиендеріме ұрысып қалды ма, араласпаймыз. Ордабасыға ашық просмотр жарияладық қой біз. Сөйтіп жиендерім балдары бар екен. Енді жаман мынандаймыз ғой, жақынбыз ғой. Алып келді, өте алмай қалған, маған звондайды. Айттым, қойыңыздаршы деп. Кәдімгі араласпайтындай болып кетті қой. Ана тойда көрдік. Мандай қылды. Арман енді түсіндік дейді. Мен айтамын да, ол жұмысым ғой мен. Мен оны сіздің балаңызды алып алып, туысқанның баласын алып алып, ертең маған результат керек, мен результат жұмыс істеймін. Маған өсіру керек. Ертең молодежь чемпионат мирға шықса, сол жерде бір бұрышта Арманның қатысы бар деген маған уже жетеді ол. Мен сол үшін жұмыс істеп жатырмын деймін, көтерілсін, мирға шығайық, бір көрейік мына мирді. Тірі кезімізде көріп кетейікші. Өзбектер көріп кетіп жатыр ғой мысалы. Арекенің соңғы сұрақтардың бірі, Ермаш ағамыз жақында осы көшем деді, федерациядан баспасөз қызметінен кеткен туралы да ақпаратты айтты. Сен де айтып жатсың жаңа көшем ау, мен шаршадым деп. Күреспейсің ба соңына шейін? Жаңа айтып жатсың ғой, әлем чемпионатына шығып жатса, соның бұрышында бір менің істеген ісім болса, соны ырза. Былай ғой енді. Соңына дейін күресуден шаршадың ба әлде не? Әлімжан дуалға басын тұрғанмен бірдей болып есептеледі. Тесіледі ғой бір күні. Тесілмейді екен. Олар андай ғой, өздерін енді төбеде отқандар білікті маман қылып санайды. Айтсаң тыңдамайды. Жас бала сияқты көреді деген сияқты. Или менің сөйлеген манерам ба, может, мен өзім, может, дұрыс өзімді андай крутой қылып преподнести ете алмаймын ба, ше? Мысалы, может, сол да иногда ойлаймын, слишком андай Арман қарапайымсың деп, ше? Иногда қасымдағы басқалар қараймын, бәрі андай да. Может, сондай болу керек, бірақ ондай бола алмаймын мен, қанымда жоқ та, өзінше болу. Бірақ қарапайым қазақ тілде түсіндіремін, өйстіп істесек, осындай болады. Бірақ не дай бог, бұл жерде жеуге болмайды. Сразу біз жиналған кезде айтатынбыз. Бір тиын, бір нәрсе желінбеу керек. Чисто жұмыс істейік, зарплаталарың көтеріледі, премия сияқты болады, стипендияларың болады, ойнап беріңдер деген сияқты, жұмыс істеп беріңдер. Шаршадым. Түсінікті, Ареке, рахмет келгеніңе. Сонда да үмітсіз шайтан дейді қазақта, жақсы бір мақал бар. Үміттенейік. Біз бір қайратпен шыға алмаймыз ғалымжан, соны айта алмаймын. Ол рас, көп. Тағы бір үшеу болса, 3 академия. Әрбір шығыстан біреу, батыстан біреу, солтүстіктен біреу болса, оңтүстікте бар дейікші болыпты. Қайрат дейікші. Ордабасыда көтерілсе, болып 5 болса. Жоқ, ең үлкен регионымыз ғой, бізден де шығады ғой. Негізінде соның өзі жетіп жатыр. Бұл жерде мен шынымды айтайын, мен де бір премьер лигада 14 клубтың 14 академиясында қайратындай болу керек деп сұра алмаймын, себебі ағылшын премьер лигасында да сол анау Лидс, Митс дегендердің шіріп жатыр ғой. Қырғын бір шығып жатқан ойыншы көрмейсің ғой. Олар да сол Арсенал, Челси, Ситилер тартып алады дегендей. Түсінікті Ареке. Үміттенейік, мүмкін бүгінгі біздің осы бір айтып отқан, сенің айтып отқан өкпе назың жететін жерге жетіп қалатын шығар. Көретін кісілер көріп қалатын шығар. Мүмкін осыдан кейін саған да хабарласып, келсейші, отырып сөйлесейік. Осындай әңгімелеріңді енді іс жүзінде дәлелдейік деп дейтін де күн туып қалатын шығар. Рахмет келгеніңе. Құрметті көрермен, өз ойларыңызды пікірлеріңізді жазыңыздар. Жалпы қалай ойлайсыздар? Қанша жыл бізге керек әлем чемпионатына шығатын? Және бүгінгі студиямыздың қонағы Арман Пірманов және де мен Әлімжан Тасболатұлы. Сау саламатта болыңыздар.